Әкем барда әміршім әулетімде, көретінмін тұлғасын тау ретінде. Арманыңа кешікпей жету үшін, тау тұрғаны жақсы ғой жау бетінде. Тауым шөгіп, қорғаным құлағаны, әкем қайтып, анамның жылағаны. Әкесіз ұл, шатырсыз үй секілді, жаңбыр жауса төбемізден су ағады. Балалардың қорғаны, жанашырай, азамат жігіт еді санасы бай. Әкемді қатты сағынамын, сағынбаппын ешкімді дәл осылай. Болмайды байлабыстар шынжырлы бақ, жағдайым бірде тасып, бір құлдырап. Әкесі үйретпепті деген сөзді естіртпеуге тырысып жүрмін бірақ. Я, расында да солай, әкеміздің атына кір келтірмей, жақсы азамат атанып, әр күнімізді мәнді етіп өткізуге тырысып келеміз. Біздің әкеміз Жәдігерұлы Жаңажан әрдайым атағы жер жарған танымал жан болу шарт емес, адал болыңдар балаларым, адам болыңдар деп адалдықты, адамдықты өсиет ететін. 1962 жылы жаңа жылдың басында 1 қаңтарда дүниеге келген әкеміздің есімі де ерекше болыпты. Қарапайым қазақ балаларына тән өмір сүрген әкеміз туралы әр дерек біз үшін аса қымбат. 1969-1979 жылдары орта мектепте білім алып, достарына сыйлы, ұстаздарының алғыр оқушысы боп ержетеді. Досавта кәсіби білімін жетілдіріп, жүргізуші мамандығын алады. 1980-1982 жылдары отан алдындағы борышын өтеп, елге аман есен оралып, еңбекке араласады. Қашан көрсең де ақ жарқын, жайдарлы, жанына дос жиған әкеміз орынсыз сөз айтпайтын, барша адамға жақсылық тілеп тұратын табиғаты таза жан еді. 1983-1996 жылдары Шетірғыз совхозында еңбек етті. Еңбекқор, екі қолы бос отырмайтын, атқарған ісін соңына дейін жеткізуге асығатын. 2001-2006 жылдар аралығында Көктас минералды су цехында жұмыс жасады. Энерго жүйесі бойынша еңбек еткен жылдары өз жұмысынан тыс көп адамға қол ұшын беретін. Кімге көмек керек болса, соның жанынан табылатын кең пейілді, дархан мінезді жан еді Қайран әкем. Балажан әкем 2009-2011 жылдары номері 6 мектепте балалар тасымалдайтын автобус жүргізушісі боп еңбек етті. Өмірдің әрбір күні мәнге толы болса, мәнді өмір сүруді бізге үйреткен абзал әке, ердің жасы 50-ге толған шағында анамызбен бірге тәрбиелеген 5 баласының қызығын көрер тұста өмірден озды. Мұң жайлады, көкіректі өзекті, 10 жыл бойы жүрегімнен сыз өтті. Аңсағанда өзіңізді әкежан, жан жүректен сағыныштың сас етті. Білмей қалдық, қуаныш не, қайсы бақ, көне көз жоқ, келдейтұғын жай сұрап. Балаларың көңіл күйден құлазып, орның қалды, үңірейіп ойсырап. Мәңгі есте, жарқын, жүзің дидарың, есімізде күлімсіреп тұрғаның. Асыл әке, жәннатта болсын жаныңыз, Құдай қолдап, жолдас болсын иманың.